Бәріміз білетін ою десе бірден еске түсетін қошқар мүйіз байлық шақыратынын білесіз бе? Бұл өрнекті әр адамның балағына түсіріп, сол арқылы бай қуатты, ұрпақты болуын тілеген. Қазақ азаматының киімі жай ғана киім емес, оның мәртебесін, ерлігін, тектілігін танытқан белгі. Ерлер киіміндегі әрбір ой өрнек ерліктің, батырлықтың және рухани байлықтың көрінісі болған. Ал Наурызбай батырдың сауыт ішінен киетін киімдерінде және шекпенінде 3 түрлі өрнек болған деседі. Жебе, айқасқан мүйіз, құмырсқа ізі. Бұл өрнектер әскери жауынгерлік рух пен тәртіп, төзімді танытқан. Ұлы Абайдың шапанына келсек, Семей музейіндегі түпнұсқасында жағасы мен етегіне су өрнек пен құс қанаты қатар жүргізілген. Бұл оның шығармашылығында кездесетін еркіндік пен даналық идеясымен үндес. Қай-қайсысын алып қарасақ та, ерлер киіміндегі оюдың ерекшелігі өрнектердің өткір, айшықты, ірі келуінде, көбіне бұрышты, 3 бұрышты формалардан тұратындығында. Ал әйел адамның киімінде ою жұмсақ өріледі. Ал шапан тұрақтылық пен мықтылықтың белгісі ретінде 4 құлақ немесе әділеттің нышаны деп шаршымен өрнектелген. Жалпы 18 ғасырдағы бұл Абылай ханның шапаны тік жағалы пүліштен жасалған, қызыл күрең пүліштен жасалған, қаусырмалы, алды тік жейделі болып келеді. Бұл енді шапанның негізінде алып қарағанда бұл шапан жалпы Абылай ханның шапаны 18 ғасырда Абылай хан өзі кигеннен кейін бұл оның үлкен ұлы Уәли ханға беріледі. Уәли ханның әйелі Айғанымнан тікелей Байдалы батырға, Байдалы биге Бекешұлына табысталған екен. Себебі Байдалы би сол кездегі Уәли ханның үлкен бір кеңесшілерінің бірі, атақты Абылай ханның 10 кеңесшілерінің бірі болған. Сол Байдалы биден, сол Байдалы би арқылы қазіргі Жанарқа өңіріндегі, Қарағанды облысы Жанарқа өңіріндегі Қамзы Сәтжанның қолына тиген екен. Қазақтың ерлері батыр ғана емес, 6 алашты аузына қаратқан шешен, тапқыр болған. Мысалы, Қазбек бидің шапанындағы қошқар мүйіз бен қос ирек өрнегі билік пен парасаттың белгісі. Ал Төле бидің шапанындағы су өрнек пен құс қанаты әділдік пен рух еркіндігінің символы. Бұл өрнектер билердің өмірлік ұстанымын, мінезін айқын көрсетеді. Ескере кететін жайт, үйтқұйрық деп аталатын өрнек ешқашан бас киімге түсірілмеген. Мұның астарында жауын кеудеңнен жоғары өрлемесін деген ырым жатыр. Бұл ою дұшпанның аяғының астында болсын деген ниетпен көбіне шалбардың жырық балағына өрнектелген. Бұған қоса, ерлердің балағына аңшылық пен шапшандықты білдіретін қарға тұяқ, сақтық пен қырағылықтың нышаны, жылан ізі салынған. Ерлердің аяқ киімі де мықтылық пен күш қуатты көрсететін түйе табан, шынжыр, 5 бұрыш оюлармен өрнектелген. Алайда ер адамдардың қатипа, жакард, барқыттан тігілген сыртқы киімдеріне, қоқан тоңдарға, тері бұйымдары көбіне ою өрнексіз болған. Ерлер киіміндегі ою өрнек тарихтың көзі, ұлттың рухы. Әр өрнек бабадан жеткен үн, әр нақыш азаматтың болмысын айшықтай түседі. Уақыт өтсе де өрнектің мәні өзгермейді. Ол ерлік пен тектіліктің символы. Халқымыздың тарихын, шежіресін, географиясын, мінезін, ерлігін дәл бейнелейтін ою өрнектей құдіретті өнер жоқтың қасы.